Ақтаңыздар, жазаламаңыздар, бірақ жамандықты бұрыс деңіздер. Жақын уақытта ғана телефон терроризмі сирек кездесетін жайт болатын. Қазір бейқам азамат үшін жедел қызмет телефон нөмірін теріп, жалған ақпарат беру түк емес. Ал осындай әзілдер дүние жүзінде ең қауіпті және қымбат топқа жатқызылып отыр. Телефон терроризмі бұл террорлық акт туралы жалған ақпаратты хабарлау. Классикалық телефон террористі қоңырау шалғанда әртүрлі мақсатты көздейді. Әрине арасында дөрекілеу көрінетін қоңыраулар шалынады. Мысалы, студенттер экзаменді оқушылар бақылау жұмыстарын бөлу мақсатында. Көбіне жалған қоңырау шалатындар үлкен адамдар. Олар мас күйінде қоңырау шалып, жарылғыш заттың тұрғанын хабарлайды. Алайда бұл телефондық терроризм жедел көмек көрсету мекемелерін өңірдегі әлеуметтік саяси мәселелерді тұрақтылықта ұстауына жасалып жатқан жұмыстарынан қалдырады. Сонымен қатар жалған қоңырау шалулар жедел көмек үшін көмек көрсету мекемелерінің оқиға орнына келуі, жарылғыш заттарды іздеуі, адамдарды құтқаруы бюджеттік қаражатқа шығыс әкеледі. Телефон террористі халық үшін маңызды деген нысандарды уақытша тоқтатып қою мүмкін. Құқық қорғаушылар телефон террористерінің қоңырауына жылдам әрекет етеді. Терроризм қазіргі кезде маңызды мәселеге айналып отыр. Оның дәлелі Қазақстанда болып жатқан қылмыстық актілер. Қазір әрбір факті төтенше жағдай деп танылады. Мемлекет осы қылмыс түрін ашу мақсатында жүргізілетін профилактикалық жұмыстарға көп көңіл бөлуде. Ол дегеніміз арнайы қызмет мекемелері қазіргі заманғы құралдармен, техникалық жабдықтармен, зерттеу іздеу құралдарымен қамтамасыз етілген. Әрбір қылмыстық факті бойынша әрекет ету мекемелері шынайылықпен қарайды. Көбіне осындай оқиғаларды әзілдегісі келетіндер жасайды. Көбінесе телефон бұзақылығының нысаны теміржол сапаржайы. 2012 жылы туыстарына ауылдық жерге қонаққа келген солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны сапаржайда мина жарылғышының тұрғандығы жөнінде хабарлайды. Ол Большой Изюм ауылында достарымен кездесіп, шарап ішіп алып, ойда жоқта оның іші пысқан. Сөйтіп 112 жедел көмегінің телефонына хабарласқан. Мен ұялы телефонды Астана қаласынан сатып алдым. Телефон менің атыма тіркелген жоқ. Билайн байланыс жүйесінде болдым. Телефон кітапшасында әрдайым жедел көмек көрсету мекемесінің нөмірі жазулы тұрды. Әрине төтенше жағдай болғанда қоңырау шалу үшін мен 112 нөміріне қоңырау шалғанда мені телефон нөмірім бойынша тауып алады деп ойлаған жоқпын. Себебі нөмір менің атыма тіркелмеген болғандықтан телефон шалғаннан кейін 3 сағаттан кейін мені телефон нөмірі бойынша тауып алды. Қазіргі кезде операциялық қызмет көрсету органдары телефон нөмірі бойынша қай жерден қоңырау шалынғанын анықтау үшін арнайы құралдары да бар екен. 20 мамырдан бастап мені бас бостандығымнан 2,5 жылға айыруға үкім шығарды. Содан бері 1 жыл 1 ай жазамды өтеп отырмын. Әзілқойлардан басқа осындай жалған хабарды беретіндердің ішінде өмірге түңілгендер де бар. Мысалы, Петропавл қаласына жұмыстармен келген Степногорск қаласының 55 жастағы азаматы өзінің мінезіндегі және жеке психологиялық мәселелерін сапаржайда жарылғыш заттың бары туралы хабарлау арқылы шешпек болып, жедел көмек қызмет көрсету мекемесіне қоңырау шалған. Жақындап телефон тұтқасын алдым. Алло деген полиция қызметкерлерінің дауысын естідім де есімді жиып қоя салдым. Екінші рет пе, әлде үшінші рет пе білмеймін, телефонды алып, залда бомба бар дедім де тұтқаны қоя салдым. Сосын шығып бара жатып, баспалдақтан түсе бергенде қолыма қол кісен салып, полиция қызметкері алып кетті. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жасалған терроризм үшін жауапкершілікке тартылады. Қылмыстық кодекстің 242 бабына сәйкес жалған терроризм қылмысы үшін 200-ден 500 айлық көрсеткішке дейін айыппұл немесе 7 жыл бас бостандығынан шектеу қойылады, әлде 6 жыл бас бостандығынан айырады. Солтүстік қазақстандықтарды осындай қылмыс түріне не итермелейді? Түсіндіре алмаймын, себебі уақытта мас болдым. Ақымақтың ісін жасадым. Міне соңы осындай жағдайға әкеліп соқты. Жалған қоңырау шалған үшін тек қана әкімшілік айыппұл салынады деп ойладым. Бір мектепте оқушы емтиханды болдырмау үшін жалған қоңырау шалған үшін айыппұл төлеген сол сияқты деп ойлағам. Осылай жауапқа тартылатынымды деп ойлаған жоқпын. Бұл шынайы, мен ойдағы нәрсені айыра алмау, ол барлығына өзімді көрсетейін немесе барлығынан кек алайын деп ойлады. Көп адамдарда ол қияли түрде өтеді. Сондықтан осындай жағдайларда адам қиялдағыны шынайы жасайды. Мысалы, барлығына танысы 112 нөміріне қоңырау шалғаны сияқты. Әрине қиялдағы нәрсені жүзеге асыру оңай. Алло, полиция! Дүкенде мина жарылғыш орналастырылған. Ол бүгін дүкеннің күл-талқанын шығарады. Мен қалжыңдап тұрған жоқ.
Қазіргі кезде ірі кәсіпорындар осындай жағдайларды қаруланған түрде қарсы алады. Орындарда оперативтік жоспар құрылған. Түсіндіру жұмыстарының арқасында халық осындай қоңырауларды алаңдаушылықсыз қабылдайтын болды. Адамдар жарылғыш зат орнатылды деп қоңырау шалынған кезде тез арада арнайы мекемелерге хабар беретін болды. Терроризм бұл Қазақстан Республикасы азаматтарының тыныштығын бұзатын, сонымен қатар барлығына төнетін қауіп. Біздің өрт сөндіру қызметі әрекет ету дағынан шет қалып жатқан жоқ. Техника жағынан да, құралдар жағынан да әрекет етіп, уақытында оқиға орнына жетеміз. Жыл басынан бері біздің облыс территориясында жарылғыш зат орнатылған жөнінде телефондық терроризмнің үш актісі тіркелген. 4-ші факті бізге Ақмола облысының ішкі істер департаментінен түсті. Онда біздің облыс тұрғыны Көкшетау қаласының жедел жәрдем қызметі станциясынан қоңырау шалып, жарылғыш заттың орнатылғандығы жөнінде хабарлаған. Қылмыстық іс Көкшетау қаласында қозғалып, өңір бойынша біздің облысқа берілді. Сараптама көрсеткіші оның 3-еуі кәмелетке жасқа толмаған көрсетіп отыр. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, жарылғыш заттың орнатылған жөнінде жалған ақпарат беру кәмелеттік жасқа толмағандар, алкогольді қолданып алғандар арасында кең таралған. Жалған терроризм бабы бойынша жазасын өтеп жатқан адамдарды психолог мамандары бірнеше топқа бөледі. Үлкендерді айтатын болсақ, олар көбіне алкогольдік ішімдік алып, мас кезінде өзін-өзі басқара алмау себебінен. Бұл психологиялық патология. Осындай кезде адам не істеп жатқанына жауап бермейді. Бұл психологиялық патологиямен қатар адам бұл өмірде бір нәрседен қорқатын сияқты болып көрінеді. Әрине, ол оны шынайы өмірде болып жатыр деп ойлайды. Ал шынайы өмірде ондай ешқандай қорқыныш жоқ. Олардың бұл істерін әлеуметтік интеллект жағынан түсіндіруге болады. Бұл дегеніміз адамның интеллект дамымаған немесе өзгеріске ұшыраған. Мысалы, бұл тек қана мас болу емес, қоршаған орта адамдарының бір нәрсемен басын қатыру немесе импульсивті іс-әрекеттің болуы. Осындай іс-әрекетте адам алда не болатынын ойламастан осындай қылмыс жасайды. Біздің облыс бойынша жасалған терроризм әрекетінің себептерін айтатын болсақ, бізде көбінесе бұзақылық әрекеттен, ал кәмелеттік жасқа толмағандар қатарластарына өздерінің мықты екендіктерін көрсеткісі келетіндер. Телефондық лаңкестіктің эпидемиясы бүгінгі күні ауылдық жерге дейін жетті. Құқық қорғау органдары жергілікті халықтардың арасында оны алдын алу жолдарын бастады. 2013 жылдың ақпанында Көкшетау қаласының жедел жәрдем қызметі станциясына жарылғыш зат салынғандығы туралы қоңырау шалынады. Үрейлі қоңыраудан кейін қауіпті нысаннан адамдарды шұғыл түрде қоныс аудару басталды. Төтенше жағдай орын алған жерге арнаулы техника, жарылғыш заттарды іздеуге арналған қызметтік иттер жұмылдырылды. Түгел аудан қоршауға алынды, көліктің қозғалысы тоқтатылды. Базалық бекеттер бойынша оқиғаның солтүстік Қазақстан облысы территориясында болғанын анықтадық. Ғабит Мүсірепов ауданының ішкі істер департаменті қызметкерлерімен бірлесіп, қылмыскерлерді ұстау үшін іс-шаралар ұйымдастырылды. Іздеу іс-шарасы бойынша Уражайное ауылының кәмелеттік жасқа толмаған 5-ші сынып оқушысы анықталды. Оқушы қоңырау шалған күні мұғалім сабаққа келмегендіктен сабақта жай отырдық. Сол кезде жай қалжыңдағым келді деп түсіндіреді. Кәмелеттік жасқа толмаған біреудің телефонынан нөмірін жасырып жедел жәрдем қызметіне қоңырау шалған. Содан кейін телефондарды сөндіріп қойған. Оған қарамастан біз қоңырау шалған адамды ұстадық. Жасөспірімге оның осы істегеніне жауапқа тартылатынын айтқанда, ол шынымен қорқып кетті. Оның дерекке байланысты жалған сөйлеген үшін қылмыстық іс қозғалды. Кәмелеттік жасқа толмағанға қозғалған қылмыстық іс тоқтатылды. Қазіргі таңда кәмелеттік жасқа толмаған баланың ата-анасын жауапқа тарту бойынша қылмыстық іс қозғау қарастырылды. Давай к Мишке Шапкину милицию позовем. Давай, я буду звонить, а ты по столу кулаком стучи, будто бы воры лезут. Давай, набирай. Алло, это милиция. Это милиция. Милиция. 2013 жылдың көктемінде облыстың кәмелетке толмағандары азықтық және азық-түлік дүкендері миналанғанын хабарлады. Деректер расталмады, бірақ жауапкершіліктен ешкім қашып құтыла алмады. Жас террористер сотталғаннан кейін құқықтық статистиканың және арнайы есепке алу базасына тіркеуге алынады. Бұл құқық қорғау органдарына мемлекеттік және әскери қызметке түсуге қиындықтар тудырады. Бұл қылмыстық іс бойынша 14 жастан жауапқа тартылады. Қылмыстық іс жасаған адам 14 жасқа толмаған болса, онда қылмыстық іс қозғалмайды. Бірақ мемлекетке әкелген шығынды оның мемлекеттік өкілдері өтеуі тиіс. Ол дегеніміз оның ата-анасы немесе асыраушысы. Мұндай қылмыстық жасау балаларды олардың ересек жасқа өтеу кезінде болады. Барлығында емес, кейбір балалар импульсивті мінезді немесе істеген ісінің не болатынын көре білмеу, қатарластарының сөздеріне, әзіліне тез берілуден болады. Мысалы, біреу бір нәрсе айтса, соны көңіліне алу. Бұл деликвенттік іс, түсінбеушіліктен, жастықтан жасалатын ұсақ қылмыс түрі. Міне, жай деликвенттік іс жасау үлкен мәселеге айналып отыр.
Бұл әлі барлығы емес. Үкімнің шығарылуы бойынша сот террористерден мемлекеттің табысына, құқық қорғау органдарына және уәкіл мемлекеттік органның күшінің тығыз мобилизациясына, шұғыл құрылымның жарылғыш заттың ізденістеріне жұмсалған қаржыны өндіріп алады. Бір сөзбен айтқанда сомасы үлкен мөлшерде болады. Петропавл қаласы сотының үкімі бойынша маған талап қойылды. Себебі менің қалжыңымның кесірінен көптеген арнайы қызмет мекемелері шақырылып, қаражат жұмсалды. Темір жол пойызының уақытын өзгертуге мәжбүр болды. Сондықтан мемлекет маған 400 мың теңге көлемінде талап қойды. Қазір мен оны өтеп шығуым керек. Егер бүгін сотталғандардан жалған хабарлама беру туралы террорлық актіні түзетуге жағдай берсе, онда ешкім мынадай істі істемейтіні анық. Өзінің іс-әрекетін мерзімінің маңызды бөлігін отырып шығып, тұтқындар мұны бір сөзбен ақымақтық дейді. Бірақ тап сол ақымақтық оның бас бостандығын, жақындармен қарым-қатынасынан айырды. Өмірді бүгінгі мен кешегі деп бөліп тастады. Мұнда отырып көп нәрсені түсіндім. Ең алдымен алкогольдік ішімдіктерді ішпеу, ол ешқандай жақсылық қалып келмейді, әкелгенде жоқ. Әрине жазамды өтеп шыққасын басқаша өмір сүремін, отбасын құрамын. Бостандықта болашақ жарым, туған туыстарым, інім күтіп жүр. Енді қылмыс жасамаймын. 18 қараша 2013 жылы бостандыққа шығамын. Сол күнді күтіп жүрмін. Босап шыққасын тәртіпті боламын. Жұмыс істеген зауытымды, жұмысымды жалғастырамын. Өкінемін, бұл ешқашан қайталанбайды. Осындайды ешкімге тілемеймін. Телефон бұзақыларын шынымен ұстауға кірісті. Шұғыл назар аудару қызметтері жаңа техникамен жасақталған. Бұл технологиялар қоңырау шалып тұрған жерді анықтау, ұялы телефондардың қоңырау шалған орнын тіркеу, пленкаға жазып алу жұмыстарын жеңілдетеді. Аталмыш жазбалар телефон соққан адамның кім екенін анықтау үшін фонографиялық сараптамаға жіберіледі. Сонымен қатар үлкен қалаларда арнайы жасырын қадағалау камералары бекітіледі. Бұл телефон автоматтарынан шалынған қоңыраулардың иесін анықтауға көмектеседі. Осындай техникалар арқылы телефон террористерін тығыз және тез арада тауып алады. Сол себептен телефон террористерінің бізді ешкім таба алмайды деген ойлары жүзеге аспайды. 2012-2013 жылы жалған терроризм қылмыстық істері ізін суытпай ашылды. Тіпті көбісі кезекшілік кезінде ұсталды. Себебі арнайы осы қылмыстық іс бойынша жасалатын қылмыскерлерді анықтайтын заманауи жаңа құралдармен жабдықталған. Ол дегеніміз телефон террористері қоңырау шалған жерін, нөмірін дауысы арқылы анықтайтын құралдар. Сондықтан ешкім жауапкершіліктен құтыла алмайды. Террористерге ескерту. Құқық қорғау органдары мен телефондық қалжыңдарыңыз ешқандай жақсылыққа әкелмейді. Сондықтан телефон нөмірін термес бұрын дұрыстап ойланыңыздар.